ішінде терең білімді, шеберлікті, ұстамдылықты, ерекше шәкіртжандылықты талап ететін мамандық ол ұстаздық. Олай дейтін себебіміз, ұстаз біріншіден қоғам тарихында ғылым мен білімнің дамуына үлесін қосатын болса, екіншіден шәкіртінің жүрегінен орын тауып, білсем, үйренсем деген бала арманының орындалуына себепші болады. Адамның адамшылығы жақсы ұстаздан демекші. Ұстаз өзінің шәкіртінің жан-жақты, білімді, тәрбиелі болып қалыптасуына бар күш-жігерін, еңбегін аямайды. Осы орайда мектебіміздің барлық ұстаздары мен ардагер ұстаздарымызға жақсы адамдарым әнін арнаймын. Мен іздеп келеміз пайда, қол созамыз көп неге біз айға, күш табатындай, құз қанатындай, мейірім қайда, мейірім қайда, береке дейтін базарым қайда, иман мен дәстүр ғажабым қайда, әр қазақ менің жалғызым дейтін қазағым қайда, қазағым қайда, жақсы адамдарым, бақыт өмірдің басқа адамдарын, тектілікпенен татулық дейтін берік болсын шау тасқа малдарың. Жақсы адамдарым, кем емессіңдер патшадан бәрің, бес күн өмірде жастаусын ылғи, жақсы малдарың, жақсы адамдарың. Бағаламаймыз қолыңда барда, көрмеді көлмес жолында мәңгі, біз байып бірден, бұзбайық мүлдем, адамдық заңды, жақсылар сауық құратын бүгін, көгімде жайнап тұратын күнім, жақсылығымен жаудыртып жатыр жаратқанымның рақым нұрын. Жақсы адамдарым, бақыт өмірдің басқа адамдарын, тектілікпенен татулық дейтін берік болсын жау тасқа малдарың. Жақсы адамдарым, кем емессіңдер патшадан бәрің, өскен өмірде жасалсын ылғи, жақсы малдарың, жақсы адамдарың. Жақсы адамдарым, бақыт өмірдің басқа адамдарын, тектілікпенен татулық дейтін берік болсынша тасқа малдарың. Жақсы адамдарым, кем емессіңдер патшадан бәрің, бес күн өмірде жасалсын ылғи, жақсы малдарың. Жақсы адамдарым, бақыт өмірдің басқа адамдарын, тектілікпенен татулық дейтін берік болсын жау тасқа малдарың. Жақсы адамдарым, кем емессіңдер патшадан бәрің, бес күн өмірде жасалсын ылғи, жақсы малдарың, жақсы адамдарың.